Неге қатерлі ісікті емдеу қиын? Біз электр энергиясын қолға үйретіп, адам геномын секвенерлеп шешек ауруын жойдық. Бірақ зерттеулерге миллиардтаған долларды жұмсап, бәрібір де 14 миллион адам мен оның жақындарына қиыншылық түсіріп жатқан ауруды емдеудің жолын әлі таппадық. Жасушалар мутацияға ұшырағанның нәтижесінде қатерлі ісік пайда болады. Әдетте жасушалар мутацияны және ДНК зақымдалуын танып біле алады. Олар бұл қателікті жөндеп немесе өзін-өз жояды. Алайда, кейбір мутациялар қатерлі ісік жасушаларына кедергісіз дамып, жақын тұрған ұлпаларды басып алады, немесе басқа ағзаларда метастаз береді. Метастаз бергеннен кейін қатерлі ісік мүлдем емделмейтіндей жағдайға жетеді. Қатерлі ісік айрықша қиын ауру. Ол бір ғана ауру емес. Қатерлі ісіктің жүздеген түрі бар, және бізде оның түрлеріне қарсы дауа жоқ. Қатерлі ісіктің көпшілік түрін емдеу кезінде жасушаларды сәулелендірумен бірге хирургиялық әдіспен жою және химиотерапия қолданылады. Бұл қалған қатерлі ісіктің жасушаларын жояды. Сонымен бірге гормондық терапия, иммунотерапия және қатерлі ісіктің дәл осы түріне нақты емдеу қолданылады. Көптеген жағдайларда бұл емдеу тәсілдері тиімді және емделуші қатерлі ісіктен айығып кетеді. Бірақ бұл әдістерге 100% жағдайларда 100% тиімділікке әлі өте алыс. Сонда, қатерлі ісік ауруларының барлық түрлеріне емді қалай табамыз? Ғалымдар жауап беруге тиіс кейбір сұрақтарды біз енді ғана түсіне бастадық. Ең алдымен, жаңартылған қатерлі ісікті зерттеу әдістемесі қажет. Ең бастысы қазіргі кезде ем пациенттер ісігінен алынған жасушаларды зертханада өсіру арқылы жүргізіледі. Бұл өсірілген жасушалар бізге қатерлі ісіктің биологиясы мен генетикасы жайлы құнды ақпаратты береді. Бірақ тірі ағзадағы ісік ішінде жүретін үрдістердің барлығын біз әлі түсінбейміз. Көп жағдайда жаңа дәрі зертханалық материалға жұмыс істеп, шынайы жағдайда іске аспай қалады. Агрессивті ісіктердің қиындығы бір-бірінен ерекшеленетін көптеген жасушалар популяциясы болғандықтан. Уақыт өте келе, ерекше жасушалық мутациялар ісіктердің әртүрлі бөлігінде жиналғандықтан, оның жаңа түрлері пайда болады. Мысалы, мидың агрессивті ісігі глиобластомада бір емделушінің өзінде 6 түрлі мутация кездесуі мүмкін. Бұл мутациялық гетерогенділік деп аталады және емдеуге қиынға соғады. Себебі бір мутацияға әсер ететін дәрі басқасына әсер ете алмауы мүмкін. Ары қарай екінші мәселе пайда болады. Ісік өсіп келе жатқан бір-бірімен байланысты жасушалар жүйесі. Онда қатерлі ісік жасушалары бір-бірімен және қоршап тұрған сау жасушалармен өзара әрекеттеседі. Осылайша олар сау жасушаларды қатерлі ісікті қоректендіретін және оның қалдықтарын жоятын қан тамырларын жасайды. Сонымен бірге олар иммундық жүйені басып, қатерлі ісік жасушаларын анықтай алмайтындай және жоя алмайтындай етіп шабуылдай алады. Егер бұл жасушалық байланыстарды бұғаттай алсақ, біз ісікке бұдан да қатты соққы беретін едік. Одан бөлек, қатерлі ісіктің бағаналы жасушаларын қалай жоюға болатынын түсіну қажеттілігін көрсететін ақпараттар көп. Бұндай жасушалар сирек кездеседі, бірақ химиотерапия мен сәуле терапиясына төзімділік қабілетке ие сияқты. Теориялық тұрғыда емдеуден кейін ісік анықталмаған болса, жалғыз сақталып қалған жасушаның өзі жаңа ісікті жасай алады. Біз бұндай өмір сүргіш жасушаларды анықтай алатын болсақ, қатерлі ісік рецидивін алдын алуға мүмкіндік беретін еді. Алайда біз бұл мәселелердің барлығын шешсек те, біз жаңаларына тап болуымыз мүмкін. Қатерлі ісік жасушалары төтенше жағдайда тірі қалу үшін молекулярлы жасушалық құрылымын өзгертіп, өте жақсы бейімделе алады. Бұл жасушалар сәулелендіру немесе химиотерапияға ұшыраған кезде кейбір қатерлі ісік жасушалары геннің экспрессиясын өзгертіп, кез келген сыртқы әсерге қарсы қорғанысқа оңайшылықпен ауыстыра алады. Қатерлі ісік құрылымы әрдайым эволюцияланатын, өзгеретін күрделі жүйе. Бұл жүйеге қарсы тұру үшін қатерлі ісіктің күрделілігіне сай, сонымен бірге әрбір өзгеріске бейімделе алатын бақылау және емдеу жүйесін жасау керек. Дегенмен жақсы жаңалықтар да бар. Біз белгілі бір табыстарға жеттік. Барлық белгісіздіктерді ескерсек, 1970 жылдан бері қатерлі ісіктен өлім саны біраз төмендеді және төмендеп те жатыр. Күнде біз тапқан әрбір жаңа ақпарат бұл аурумен күрестегі қосымша қаруымыз.